Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі семинар тақырыбы IT құзыреттілігіңді жетілдір қалалық жоба аясында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінде инновациялық технологиялардың элементтерін қолдану. Мен Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қайрат Ақнұр Қайратқызы боламын. Сіздерге экран көрініп тұр ма? Экран көрініп тұр. Енді сіздерге бүгін семинарда көрсететін дүние қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінде қандай сервистарды, платформаларды жүйелі түрде қолдануға болатындығын көрсетемін. Ашылды ма сіздерге? Иә, ашылды, көрініп тұр барлығы. Ең бірінші, мысалы, мен жүйелі көп қолданатын программаларға тоқталайын. Мысалы, Сократив деген сервис бар. Сократив сервисінде сіздер тестті өте сондай қызықты түрде жаңа құрастыра аласыздар. Ол үшін бірінші міне Google-ға Сократив деп жазамыз. Мінекей, Google-ға Сократив деп жазғаннан кейін бәрі сіздерге сөздердің барлығы ағылшын тілінде тұрады. Қолайсыз болса, мышканың оң жағын шертіп, перевести на русский деп орыс тіліне аударып алсаңыздар ыңғайлы болады. Енді бұл жерде тек қана тест құрастыру емес, сонымен қатар космическая гонка деген функциясын таңдап, балаларды топқа бөлген кезде бір-бірімен жарыстыруға өте қолайлы. Ең бірінші тест түрін қалай құрастыратынын көрсетемін. Сол жақ шетінде орналасқан библиотека бөліміне кіресіздер. Библиотекаға кіргеннен кейін добавить текст деген сөз тұрады. Соның ішінде міне жаңа тест деген батырманы басасыздар. Енді осы жерде сіздерге мына жерде тақырыбын жазып қоюға болады. Мысалы, қай пән бойынша сіздерде бұл тест болады. Мысалы, қазақ әдебиеті деп қоямыз. Қазақ әдебиеті бойынша. Енді көріп тұрғандарыңыздай тесттің сіздерге үш нұсқасы беріледі. Біріншісі множественный выбор, екіншісі дұрыс және бұрыс, және үшіншісі краткий ответ. Яғни біріншісінде сұрақ қоясыз, 5-6 жауаптан балаларға ұсына аласыз. Екіншісінде белгілі бір сұрақты дұрыс жауабымен беріп қоясыз, балалар оның дұрыс немесе дұрыс емес екендігін анықтай алады. Үшіншісінде тек қана сұрақты қоясыз, тексеру үшін ғана жауабын өзіңіз үшін жазып қоясыз. Оны бала орындап жатқанда көрмейді, тек орындап біткеннен кейін ғана дұрыс немесе дұрыс еместігін көре алады. Енді бұл жерде сіздер тестті мысалы тек қана множественный выбормен жасаймын десеңіз де өз еркіңіз, немесе тек қана дұрыс бұрыспен, болмаса үшеуін араластырып, мысалы 20 сұрақ болатын болса, соның 10-ын множественный выбордан, одан кейін 5-еуін истина лождан, немесе үшіншісі краткий ответтен араластырып жасай аласыздар. Қазір мысалын көрсетемін. Множественный выборды таңдайсыз. Мына жерде сізге сұрақ қойыңыз деп шығады. Мысалға жазайық. Мысалы, көрініп жатыр ғой сіздерге? Осылай бірнеше нұсқа жазып қоясыздар. Неше жазсам десеңіздер де. Енді дұрыс жауабын өзіңіз былай жасыл галочкамен белгілейсіздер. Енді бұл сіздерде множественный выбор болып тұр. Келесі сұрақты таңдау үшін добавить ответ дейсіздер. Дұрыс жауап таңдау үшін. Жоқ, бірінші мынаны сақтаймыз. Сохранит. Енді бір тексеріп алайық. Сұрағымыз тұр ма? Мінекей тұр. Енді арғарай жалғастыра береміз. Дұрыс немесе дұрыс емесі керек болса, осыны таңдаймыз. Бұл жерге де сұрақты жауабымен жазасыз. Өтірік болса, жаңағы дұрыс емес болса, ложныйды басып қоясыз, дұрыс болса, истинныйды басып белгілеп қоясыз. Келесі краткий ответ таңдайсыз. Мында да тек қана сұрақты жазасыз, астына дұрыс жауабын жазып қойсаңыз болады. Артық керек емесін бірден былай өшіріп тастай аласыз. Осылай бәрін сақтап алғаннан кейін сохранить и выйдіді басасыз. Енді бұны балаларға қалай береміз? Біз бұның барлығын
мына сол жақтағы библиотека бөлімінде орындадық. Енді бұны балаларға беру үшін сол жақтағы запуск деген батырманы басамыз. Енді запускқа барғанда сізге осылай ұсынылады: тест, космическая гонка, билет на выход деп. Енді біз жаңа тест құрастырдық, сондықтан тестқа кіреміз. Осы жерде өзіміздің жазған тақырыбымыз немесе пәніміз бойынша таңдаймыз. Мысалы, қазақ тілі бойынша тест тапсырмаларын ашамыз. Бұның бәрі алдын ала дайындалады, тек ұсынарда тек жаңағы түрін өзгертіп отырасыз. Мысалы, мына жерде барлығына жасыл белгіні басып шығамыз. Сұрақтарды араластыру, балалардың белгілеген жауаптарын көру, қате жауаптарын көру, барлығына рұқсат береміз. Бұл жерде балаларға тек қана бір мүмкіндік қана беріледі. Енді запускты басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай мында кесте шықты. Бұл жерде яғни қазір приглашите студентов деген батырманы басқаннан кейін мына жерге кірген балалар шығып тұрады тізім бойынша. Содан кейін, мысалы, бұл жерде 3 сұрақ па? 3 сұрақтың да қай сұраққа дұрыс жауап берді, қай сұраққа қате жауап берді, барлығы шығады. Бір жақсысы бірден қатемен жұмыс жасауға болады. Мысалы, 2-ші сұрақтан қате жіберсе, 2-ші сұрақтың үстін басасыз, мында сұрақтар жауабымен шығып тұрады. 3-ші сұрақтан қате кетсе, ол шығып тұрады деген секілді. Енді қазір көреміз. Балаларға осылай приглашайте студентов батырмасын басқан кезде QR шығады. Балалар осы QR-ды басу арқылы жауап береді. Енді қарап отырыңыздар. Қазір мен студент ретінде жауап беремін. Сол кезде мында менің дұрыс немесе дұрыс емес жауап бергенім шығады. Бір жақсысы, балалар QR-ды теріп кірген кезде бірден өз есімдерін жазып кіреді. Сонда тапсырманы кім орындап отқаны барлығы шығады. Мысалы, Ақнұр деп кіреміз студент ретінде. Міне, көріп отырсыздар ғой, Ақнұрда 0%-пен шықты бірден. Енді сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарға жауап берген кезде бірден жауабы көрініп тұрады. Міне, Ақнұр мысалы 1-ші сұраққа дұрыс жауап берді. Одан кейін келесі сұраққа кетеміз. Қате жауап беріп көрейік. Мінеке, қате жауап берсе қызыл жанады деген.